Қазақстанда жыл сайын 20 маусымда құқық тәртібін қадағалап, заңда қорғап жүрген азаматтарға құрмет көрсетіледі. Полиция күні күн сайын қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, қоғамдық тәртіпті сақтап, күрделі жағдайларда көмек көрсететін адамдарға алғыс білдіретін ерекше күн. Қазақстандық полицияның тарихы 20 ғасырдың басында басталды. 1918 жылы алғашқы қазақ милициясы құрылды. Ол кезде бұл құрылым енді ғана қалыптаса бастаған тәртіпті қамтамасыз ету секілді маңызды міндеттермен сол кездің өзінде қызметкерлердің мойнына жүктелген болатын. Содан бері көп нәрсе өзгерді. Ел тәуелсіздікке қол жеткізді. Құқық қорғау жүйесі қайта құрылды. Жұмыс тәсілдері мен технологиялар жаңарды. Алайда басты мақсат өзгерген жоқ. Заңды қорғау, тәртіпті қамтамасыз ету. Бұл кәсіби мереке ресми мәртебесін 2007 жылы алды. Сол жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 20 маусым полиция күні болып белгіленді. Бұл күннің таңдалуы тегін емес. Дәл осы күні 1992 жылы полиция туралы заң қабылданып, еліміздің ұлттық құқықтық қорғау жүйесінің негізі қаланды. Полицияда қызмет ету барынша жан тәніңмен берілуді талап ететін жұмыс. Мұнда тұрақты жұмыс уақытымен жайлы кеңсе, жай ғана түсінік ретінде қалып қояды. Көп жағдайда шешімді бір сәтте қалдырмауға тура келеді. Ал әрбір әрекеттің салмағы үлкен. Бұл әрбір кезекшіліктің қауіпке толы, әрбір шешімнің біреудің тағдырына әсер етуі мүмкін болатын қызмет. Полицейлер күн сайын түрлі жағдайларға тап болады. Тұрмыстық жанжалдардан босатып, ауыр қылмыстарға дейін, із-түзсіз жоғалған адамдарды іздеуден бастап, терроризмге қарсы іс-қимылға дейін барады. Мұндай қызметте сабыр, ұстамдылық пен қысым жағдайында шешім қабылдайтын білу аса маңызды. Жауапкершілік, психологиялық төзімділік, берік мінез, бұл қасиеттер кез келген сәтте емес, күнделікті қажет. Қызметкерлерден дәлдік, батылдық және адамгершілік түсінігі талап етіледі. Өйткені заң нақты өмірлерге қатысты. Қазақстанның әр қаласы, әр ауылында өз қаһармандары бар. Көбіне көзге көрінбейтін, жаңалықтарда айтылмайтын, бірақ шын мәнінде маңызды адамдар. Олар учаскелік инспекторлар, тергеушілер, патрульдік қызметкерлер, күнделікті өз жұмысын абыроймен атқаратындар, алғыс күтпестен атқарады. Олардың көпшілігі ерлік, кәсібилік пен адалдық үшін марапатқа ие болады десе де, олардың маңыздылығын медальдар анықтамайды. Маңыздысы әрдайым қорғауға, көмектесуге және күрделі жағдайларды шешуге дайын болу. 23 маусым Қазақстанда полиция күні атап өтіледі. Бұл күнтізбедегі жай ғана дата емес, ел тыныштығы мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп жүрген тәртіп сақшыларына құрмет білдіретін маңызды күн. Күн сайын өз өмірінің қауіпсіздікпен байланыстырып, қоғамның тұрақтылығы үшін қызмет етіп жүрген полиция қызметкерлерінің еңбегі ерекше бағалауға лайық. Александр Сафронов ішкі істер органдарында шамамен жарты жыл бойы қызмет атқарып келеді. Ол тергеуші лауазымында жұмыс істейді. Полиция қызметін таңдауға ол саналы түрде шешім қабылдаған. Оның басты мақсаты азаматтарға көмек көрсету, олардың құқықтарын қорғау және қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету. Александр өзінің кәсіби білім негізін Қостанай қаласында қалыптастырған. Ол Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің құқықтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Бүгінде алған теориялық білімін күнделікті қызмет барысында тәжірибемен ұштастырып келеді. Решение связать свою жизнь со службой в полиции было для меня осознанным. Полиция қызметімен өмірімді байланыстыру туралы шешімді мен саналы түрде қабылдадым. Ішкі істер органдарына адамдарға көмектесу, олардың құқықтарын қорғау және қоғамдық тәртіпті сақтау ниетімен келдім. Менің қызметтік міндеттеріме қылмыстық істерді тергеу, оқиға орындарына шығу, жасалған қылмыстың толық картинасын анықтау, тергеу әрекеттерін жүргізу, сондай-ақ іске қатысы бар тұлғалардан, куәгерлерден, жәбірленушілерден, күдіктілерден және өзге азаматтардан жауап алу кіреді. И предотвращению правонарушений. Әріптестермен бірге Александр құқық бұзушылықтың алдын алу бағытында жұмыс істейді. Ол заңдылықтың сақталуын қадағалап, Жарқайың ауданы аумағында қоғамдық тәртіптің қамтамасыз етілуіне үлес қосып келеді. В нашем отделе функционирует Біздің бөлімде қоғамдық қауіпсіздік бөлімі, кадрлық жұмыс тобы, кезекші бөлім, уақытша ұстау изоляторы, криминалдық полиция бөлімі және тергеу бөлімі жұмыс істейді. Барлық құрылымдық бөлімшелердің қызметі азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, халықтың өтініштеріне дер кезінде әрекет етуге және қоғамдық тәртіптің сақталуына бағытталған. Ответственности, объективности и внимательности к деталям. Тергеуші ұсақ-түйекке дейін мұқият, бейтарап әрі жауапкершілігі жоғары болуы тиіс. Полиция лейтенанты Александр Сафронов өз қызметтік міндеттерін адал атқарып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және олардың заңды мүдделерін қорғауға ұмтылады.
Работа следователя требует ответственности. Тергеуші жұмысы жоғары жауапкершілікті, объективтілікті және ұсақ түйекке дейін мұқият болуды талап етеді. Мен үшін өз қызметтік міндеттерімді адал атқару және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісіне үлес қосу маңызды. Вклад в обеспечение безопасности граждан. Кәсіби мерекесі қарсаңында полиция лейтенанты Александр Сафронов әріптестерін құттықтап, оларға сабырлығы, табандылық, сенімді тірек және бақыт тілейді. Поздравляю всех. Мен барлық әріптестерімді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Сіздерге бақыт, мықты денсаулық және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Дәл осындай мамандар қоғамдық тәртіптің сенімді тірегі, полиция күні құтты болсын, қызметтеріңізге рахмет. Мемлекеттік тұрақтылықтың және азаматтардың қауіпсіз өмір сүруінің басты кепілі. Полиция қызметкерлері күн сайын халықтың тыныштығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында абыройлы қызмет атқаруда. Заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында және Қазақстан полициясы күні мерекесі қарсаңында Жарқайың аудандық полиция бөлімінің ұйымдастыруымен аудан орталығында орталық саябақтың амфитеатрында мерекелік концерт өтті. От всей души благодарю личный состав отдела полиции Жаркаинского района. Жарқайың аудандық полиция бөлімі ұжымына адал қызметі, жоғары жауапкершілігі және жанқиярлық еңбегі үшін шынайы алғысымды білдіремін. Сіздердің кәсібиліктеріңіз бен отан алдындағы парызға деген беріктіктеріңіз қоғамдағы тұрақтылық пен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге зор үлес қосып келеді. Алдағы уақытта да өздеріңізге жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып, азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етумен, заң мен тәртіп қағидатын нығайту жолында табысты еңбек ете беретіндеріңізге сенімім мол. Құрметпен ризашылық білдіремін. Принцип, закон и порядок. Іс-шара барысында полиция қызметкерлері тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлап, қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету жолындағы қызметтің маңыздылығын насихаттады. Концерттік бағдарламаға өнерлі жастар және жас сақшы сыныбының оқушылары белсенді қатысып, патриоттық рухтағы әндер мен көркем қойылымдарын ұсынды. Мерекелік кеш аудан тұрғындары мен қонақтарына ерекше ықыласына бөленіп, жылы атмосферада өтті. Бұл шара халық пен полиция арасындағы сенім мен өзара құрметті нығайтуға бағытталған жарқын мерекеге айналды.